Қазақ әдебиеті күннен күнге жаңа шығармалармен толығып жатыр. Алайда оны оқитындар аз десек те болады. Сондықтан Айдос Сарым, Досым Сатпаев, Кенже Жұманұлы бастаған азаматтар алтын қалам байқауын қолға алуда. Жұрттың назарын осы қазақ әдебиетіне аударғымыз келеді. Осыдан 5 жыл бұрын осы алтын қалам әдеби жүлдесі дүниеге келген. Бірақ соның өміршең болып ұзақ жасап жатқанына қуаныштымыз. Биыл алғашқы мерейтойымыз. 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан байқауға қатысушылардың саны биыл 3 есеге артыпты. Тіпті шетелдік қаламгерлер де бақтарын сынауға өз ұсыныстарын білдірген. Негізі біз шетелде жүрген авторлардың өнерін, әдебиетін, шығармаларын насихаттауды мақсат тұтпағанбыз. Сондықтан да біз биыл оларға жалпыға бірдей байқау жарияладық. Бірақ соның ішінде біздің қазақстандық авторлардың жеңімпаз атанғанына қуанып отырмыз. Айтпақшы, аталмыш байқау үстіміздегі жылдың шілде айынан басталып 31 қазанға дейін жалғасты. Ал үздіктерді күні кеше марапаттады. Негізі 6 номинация бойынша қазақ және орыс тілдерінде байқау жарияладық. Барлығын қосқанда 12 номинация. Бұдан бөлек біз қазақтың үздік романына биыл байқау жарияладық. Оның жеңімпазы 1 миллион теңге бәйге алды. 1 миллион теңге «Мен жындымын» романының авторы Тұрысбек Сәукетаев мырзаға бұйырды. Сәукетаев Тұрысбек. Осы роман үшін, үлкен жұмыс үшін Кеңес Черкаскомның атынан 1 миллион теңге жүлде беріледі. Осындай қомақты қаржы бөлінген байқау келер жылы да жалғасын таппақ. Егер қандай да бір өнеріңіз болса, қатыссаңыз болады. Айтпақшы, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанған жеңімпаздарды құттықтаймыз.